Қайырлы күн. Бүгін біз күнделікті қолданыста ең көп пайдаланылатын сусын шайдың зиянды жақтарын айтамыз. Жалпы ыстық шай ағзаға зиян. Шайды ыстықтай ішуге болмайды. Өйткені ыстық шай кеңірдекке, аш жолы асқазанға кері әсер етуі мүмкін. Ұзақ уақыт ыстық шай ішу ішкі органдарды ауруға ұшыратады. Температурасы 62 градустан жоғары шай асқазанды бұзады. Шайдың температурасы 56 градустан аспауға тиіс. Сондай-ақ бұл сусынды кішкентай аяқпен ішу керек. Сонда шайдың керемет дәмін шын мәнінде сезінуге болады екен. Қандай кезде шай ішпейді? Шайды көп ішетін елдер арасында жүргізілген зерттеулерге сүйенсек, адам басына шаққанда әр қазақ жылына 1-2 келі шай ішеді екен. Қазақтардың шайды қалай ішетіні туралы 19 ғасырдың орта шенінде жапондық зерттеуші Киттар, қазақтар шай ішкен уақытта орында талғамайды, кез келген тамақтан бұрын кейін шай іше береді екен. Алайда дәрігерлердің кеңесі бойынша оңды-солды шай іше беру денсаулыққа зиян. Аш қарынға суық шай ішуге болмайды, себебі өт пен асқазанға зиян. Керісінше жылы шай және ыстық шай бойды сергітіп, сананы сейілтеді. Және де тағамның алдында шай ішпейді, өйткені шай сілекейді қышқылдандырып, оның дәмін сезуді қиындатады. Мұндай жағдайда ас қорыту қызметінің протеинді сіңіруі уақытша азайып кетеді. Тамақтан соң бірден шай ішпеген жөн, ішкіңіз келсе жарты сағат күтіңіз. Өйткені шай құрамындағы танин, протеин және темірдің қышқылдануы тағам сіңірімділігін төмендете түседі. Дәріні шаймен ішпейді, себебі шай құрамындағы заттар ыдырағанда пайда болатын таниннің әсерінен дәрі сіңімділігі төмендейді. Шай дәріні бұзады, дейді ежелгі Қытай ойшылдары. Шайды дайындау үшін суды ұзақ қайнатқан дұрыс, болмаса шайдың фенолы, эфирлік компоненттері қышқылданады. Шайдың тұнықтығынан, дәмінің сапасы мен хош иісінен айырылады. Шайды бірнеше рет қайнатып ішуге мүлдем болмайды. Әдетте 3-4 қайнатқаннан кейін шай жапырақтарында пайдалы заттардың 50%, екінші қайнатқанда 30% қалады. Осылайша оның құрамындағы пайдалы элементтер біртіндеп азайып, бірнеше қайнатқанда ондағы зиянды заттар көбейе түседі. Және тым қою шай ішетін болсаңыз, кофеин мен танин бас ауруы мен ұйқысыздыққа алып келуі әбден мүмкін. Шай туралы ойларыңызды комментарийде жазып қалдырыңыздар.